görмейсіздер ме ағайындар? Не деген дауыс әкпен, сізге срочно әнші болу керек. Алматыға өлең жаздырыңыз, ұйқым келмейді деген. Шапыда бір қол соғып қойыңыздар, көп жасаңыз әкпен. Қалған қосылама, онда әумин деңіздерші. Сіздерге мен әдемі бата берші, әумин деңіздер. Тәңірім сіздерге гүлден берсін, жастарыңыз жүзге келсін. Жақсылық әрқашанда тақау болсын, келіндеріңіз сөз қайтармайтын мақұл болсын. Мына кісі что-то ұшайын деді ғой. Қазақ несімен мақтанады? Аспанда ұшатын бүркітімен. Қарағын көрсетіп жіберіңізші ағы. Мына кісінің қарны ашып көріңізші. Қазақ несімен мақтанады? Ұрпағымен мақтанады. Ұрпақ? Вот, міне, шапалақ ұрып қол соғып қойсаңыздар болады. Қанша бала шағаң бар? 5. Ойбай, молодец. Жасың қаншада? 39-да. Міне, 39-да 5 баланың әкесі. Батыр әке ғой, басқа жұмысын бармай тұр, бала туғызудың басқа. Молодец. Ал, мақтанатын нәрсеңіз көп екен. Соның ішінде тойымызбен мақтанамыз деген дұрыс ау деймін, иә? Біз сияқты ешкім той жасай алмайды. Бірақ соңғы кезде тойдың да мәні кетіп барады. Біздің әйелдер тойға не үшін келеді білесіздер ме? Біздің әйелдер тойға басқа біреудің әйелі не киіп келгенін көру үшін келеді. Соны көріп алып күйеуіңнің миын жеу үшін келеді да. Өмір бақи ауыл берекеден киінеміз. Қашан адам ұқсап бір мартқа барып киінеміз деп. Дұрыс па? Шапалақ ұрып қоймайсыздар ма дұрыс болса? Адам тойға тілек тыңдап ниет қосу үшін келу керек негізі. Алып отырыңыздар, дәм татып отырыңыздар.